Жылдаралы талаш. Трампты өлтіру мүмкін деген осы лекциямызды сөйлеуден бұрын алдымен сіздерге аса жағымды бір жаңалықты жеткізе кетейік. Бірінші жағымды жаңалық, осы бір сағат бұрын НАТОның орталық бас штабында Финляндияның туы көтерілді. Яғни Финляндия ресми түрде НАТО мүшесі болды. Ол деген сөз, НАТО Ресей шекарасымен тіке, бетпе-бет, беттесетін аумағы тағы да 1000 бәлен километрге артты. Енді нақ километр санын өздеріңіз НАТОның Финляндия мен Ресей шекарасы десеңіздер, оның барлығы шыға келеді. Бұл жерде оның километр маңызды емес. Маңыздысы НАТО енді Ресейдің қақпасының қақ түбіне, есігінің қақ алдына, терезесіне енді өзінің әскери базасын орната алатын болды. Украинды НАТОға қостырмаймын деп тыраштанған Путин енді жаңа қуырдақтың көкесін түйе сойғанда көресің деп НАТОның жеті әкесін Финляндия НАТОға қосылған кезде көрді. Білесіздер, Финляндия, тағы осы сияқты Латвия, Литва, Эстония, Польша, Румыния, осы сияқты елдердің барлығы тарихтан бері орыстардан әбден теперіш көрген халықтардың санатындағы елдер. Енді бұның ішінде әсіресе Финляндияның НАТОға қосылуы бұл Ресей үшін алғанда өте сұмдық соққы. Былайша айтқанда Путин халықаралық саясатта тас-талқан болып жеңілді. Бұл осы жолғы соғысқа бір үлкен керемет жауап сияқты. Мынау 1 жылдан артық соғыс болды. 9-10 миллион украиналық елінен босып кетті. Бәленбай қала қирады, үйлер қирады, бәленбай ана баласынан ұлынан айырылды, түгенбай бала жетім қалды, түгенбай әйел жесір қалды дегендей. Ал осыншама қырғын алапат соғыс болды. Бірақ бүгін соның бір таңғажайып нәтижесі қойылды. Мә, көктен тілегенің осы болса, міне деп тұрып, НАТО өзінің көзқарасын білдірді. Бұғанға дейін Финляндияны, Швецияны қосуға Түркия қарсы болғанымен, өткенде хабарлағанбыз, Түркия бірден келісімін берді осы жуырда ғана. Енді НАТО да соған ғана қарап тұр екен, бірден қабылдап жүрді. Енді мынау орыстың есіріктері, рашизммен ауыратындар, мынау путинизммен ауыратындар, мына сұмырай есерсоқ әсіре орысшыл сұмырайлардың міне сөздің шыны өте аузына құйылып тұр. Бұл енді сұмдық болып тұр енді анығында. Соған бір балаларға арналған кішкентай бір әзіл өлеңді Фейсбукке жазып қойдым. Пөтенім ай пөтенім, рашизммен ауырып, жыртылды ғой көтенің ай деп. Тура сол пөтен рашизммен ауырып, міне бүгін бір жері жыртылып отыр. Орыс есерсоқтары күлге аунаған есек құсап аңырап тулап жатыр. Бұрын орыстың әсіре ұлтшылдары қорсылдаушы еді, қорс етіп. Енді тура көкіректеріне пышақ тигендей болып шыңғырып жатыр. Қорсылдақтары шыңғыруға ұласты.